Филиппе Каутиньо және Иско қазіргі футболдың болашағы бразилиялық және испандық жартылай қорғаушылардың прогрессіне қарап, олардан үлкен үміт күтуге болады. Олар қазіргі футболдың үздік орталық жартылай қорғаушылары. Бірі Рональдиньоның атақты футбол сүйкішісі лақабатына ие болса, екіншісі 25 жастағы жартылай қорғаушының трансферлік рекордты жаңартқан. Бүгін футбол әлемі Каутиньо мен Иско арасында батыл ұйымдастырып, кім мықты екенін анықтамақ. Видеоны көрмес бұрын арнамызға жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Сонда сіз арнамыздағы барлық бейнероликтерді бәрінен бұрын көретін боласыздар. Дайынсыздар ма? Олай болса, біз бастаймыз. Өткен маусымда Иско Зинедин Зиданға BBC үштігін ұмыттырған негізгі фактор. Филиппе Каутиньо ортаға жақын өнер көрсеткенімен, Иско Зиданға 3 шабуылшыдан көрі 2 шабуылшыға көшіп, ортада Иско жартылай қорғаныспен шабуылды біріктіріп тұрған негізгі хавбекке айналды. Сөйтіп, испандық жартылай қорғаушы өткен маусымның Реалдың үздік ойыншысы атанды. Тіпті Криштиану да оған бәсекелес бола алмады. Исконың карьерасы басталғаннан бері 367 ойын өткізіп, 82 гол соғып, 56 голдық пас жасаса, Филиппе Каутиньо 320 ойын өткізіп, 81 гол соғып, 52 голдық пас жасады. Бірінші категорияда тең нәтиже. Искода, Каутиньода дриблингтің нағыз шеберлері. Матч кезінде бұл жігіттер қарсыластың арасынан өтіп, былайда жүгіртіп, мазақ қылады. Матч кезінде Иско қарсыласты кемінде 2-3 рет сәтті алдап өтсе, Каутиньо бар жоғы 1-2 рет қана сәтті өтеді. Бірінші балын испандық хавбек алады. I work hard, pray hard, pay dues. I transform with pressure, I'm hands-on with effort. I failed twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the strongest survive, another scar may bless you. Don't give up, don't give up, don't give up, no. Don't give up, I won't give up, don't give up, no. I'm free to be the greatest. Жеңген жүлделері бойынша Иско Каутиньоны үлкен басымдықпен озып тұр. 11 кубок, оның үшеуі чемпиондар кубогы. Каутиньода бар жоғы шақ кубок. Искоға тағы бір ұпай. Трансфермаркт нұсқасы бойынша Каутиньоның құны 90 миллион евро, Исконыкі 75 миллион. Каутиньоның Ливерпульден Барселонаға ауысым құны 120 миллион болса, Исконы Малагадан Реалға бар жоғы 30 миллионға көшті. Қазіргі футбол үлкен бизнес және ақылға қонымсыз бағалар болса да, Каутиньо өзінің алғашқы ұпайын алады. Жас кезінде Исконы Манчестер Юнайтед сатып алмақшы болған, бірақ та оның өте баяу жылдамдығынан бола, МЮ басшылығы ойларынан айнып қалады. Ал Филиппе Каутиньоның ең бір мықты жақтары оның жылдамдығы болар. Әрбір сәтті өткен дриблингтен кейін бразилиялық хавбекті қуып жету мүмкін емес. Каутиньоға тағы бір ұпай. Индивидуалдық жүлделерге келсек, Каутиньо 2015 жылы АПЛ-дың символдық құрамына кіреді, ал 2016 жылы Европа лигасының символдық құрамына. Сол жылда Каутиньо самбо жүлдесіне ие болады. 2 рет Ливерпуль сапында маусымның ең үздік ойыншысы атанады. Ал Иско 2012 жылы Ла Лиганың ең үздік жас футболшысы атанып, Голден Бой жүлдесіне ие болады. 2017 жылы Реалдың үздік ойыншысы атанып, Чемпиондар лигасының символдық құрамына кіреді. Тағы да тең нәтиже. 2017 жылдың қыркүйек айында Иско Реалмен жаңа келісімшартқа қол қояды. Келісімшарт ережелері бойынша Исконың жалақысы жылына 6 миллион евро болмақ, ал өтемақы құны 700 миллион евро. Иско Реалға қымбат екенін осыдан аңғаруға болады. Каутиньоға Барселона жылына 309 миллион евро төлеп отыр. Каутиньоның өтемақы құны 400 миллион евро. Искоға лайықты ұпайын береміз. Қысқа мерзімнің ішінде Искода, Каутиньода әлемге танылып үлгерген. Instagram желісінде Каутиньода 10,5 миллион адам жазылса, Исконың аккаунтында 13 миллион тіркелуші жиналған. Twitter желісі бойынша бәрібір Искода.
Каутиньода 1,5 миллион тіркелуші болса, Искода 4,5 миллион жазылушы жиналған. Искоға тағы бір ұпай. Достар, бүгінгі батылда Иско өзінің лайықты жеңісіне қол жеткізді. Испандық жартылай қорғаушы ақырындап әлемнің үздік футболшыларына айналып келе жатыр. Испандық хавбектің ойын манері Мессидікіне өте ұқсас келеді. Сондықтан Исконың прогрессіне қарап, жас Мессиді еске түсіріп, үлкен үмітпен одан үздік футболшы шығатынына сеніммен қарауға болады. Ал Каутиньо Барселонада өзінің потенциалын толық ашып, аз уақыттың ішінде топ футболшыға айналатынына сенетін боламыз. Себебі Барселона талантты ойыншыларды футбол жұлдыздарына айналдыратын ұлы клуб. Достар, ал сіздер қай футболшыны сонда да үздік деп есептейсіздер? Жоғарда и әрпін басып, дауыс беріңіздер. Және де комментарияға келесі батылдың жұбын жазып, идеяларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бізге әрбір жазылушымыздың пікірі маңызды. Сондықтан белсендірек болайық. Футбол әлемінің тобы сіздердің назарларыңызға үлкен рахмет айтады. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they laughing at our face, saying wake up, you need to make money.